Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер, сендермен байланыста мен Диас Маратұлы ағайларың. Бүгін мен сендерге интегралды сендермен бірге отырып, интегралды нөлден бастап бірге үйренетін боламыз. Ал дайын болсақ, әдеттегідей бисмилля деп кеттік ендеше. Бүгін біз сендерге интеграл туралы жалпы түсінікпен таныстыратын боламыз. Интеграл деген жалпы не? Одан кейін барып интегралдың формулаларын, жалпы қандай қасиеттері бар, соларды пайдаланып, мысал есептерді бірге шығаратын боламыз. Ал дайын болсақ, әдеттегідей бисмилля деп кеттік ендеше. Бізде жалпы интеграл деген қараңдар. Мысалға, интегралға тоқталмай тұрып, басқа нәрсені түсіндіре кетейін. Мысалға біз белгілі бір алма тұрсын, иә. Сол алмаға белгілі бір бананды қосып, бананды қайттан алып қойсақ не болады? Бірдеңе өзгере ма? Өзгермейді, дұрыс па? Егер бананды қайттан қойып, қайттан алып тастайтын болсақ, ештеңе өзгермейді. Демек, қосу, азайту деген амал қолданды. Бананды қостық, бананды азайттық. Келесі, мына нәрсе бар. Тура осыған бананды көбейтіп, бананды бөліп жіберсе ше. Мысалға мен 100 деген санды аламын да, 100 деген санды 2-ге бөлемін, 2-ге көбейтем. 2-ге бөлсем 50 болады, қайтадан 2-ге көбейтсем 100 болады. Менде не болды? Ештеңе өзгермеді. Демек, көбейтуге кері амал бөлу екен. Қосуға кері амал көбейту. Тура сол секілді интеграл дегеніміз бізде туындыға кері шама болып табылады. Түсінікті ғой, туынды деген тақырыпты егер түсінбейтін болсаңдар, осы каналға кіріп, ішінде видео бар. Туынды нөлден бастап үйрен деген сол видеоны көріп ал, одан кейін барып интегралды толығымен әдемілеп түсініп алатын боласың. Но бірақ жалпы қатты қиын емес. Қараңдар. Мысалға менде 3х квадраттың деген функцияның туындысын ал дейтін болса, бүйтеміз. 2-ні 3-ге көбейтем, 6 болады. 2-ден 1-ді азайтсам не болады? 1 бола ма? Демек, x-ің 1 дәрежесі. Міне функцияның туындысы шықты. Ал енді бізге интеграл деген сөз тура осы 6x дегенде dx бойынша интегралды айтатын болсақ, мәніміз осы 3х квадрат дегенде беру керек деген нәрсені қайтадан орындайды екенбіз. Түсінікті ғой жалпы неден шыққаны. Енді мағынасына келсек, кез келген x үшін f(x) функциясы негізгі алғашқы функциясының туындалғаны кішкентай fx болса, онда осы теңдігі орындалса, демек біздің кішкентай болып тұрған fx функциясы үшін алдында тұрған өрнек ол алғашқы функциясы болып табылады. Яғни туындының кері шамасы деп қысқаша айта кетсек те болады. Енді оның формуласы f(x) функциясынан dx деген өзінің шамасы бар. Мысалға теңдеуді шеш деген кезде x нөлевой дискриминантта d деген мән деген секілді болатын болса, бұл жерде тоже dx деген мәнді қолдана береміз. Все, f(x) плюс s деген міндетті түрде жүреді. Мына жерде тұрған интегралдың белгісі. Келесі f(x) деген ол интеграл астындағы функция, dx деген интегралдау айнымалысы және s деген ол интегралдау тұрақтысы болып табылады. Келесі мен сендерге интегралдың енді формулаларымен таныстыра кететін болсам, қараңдар. Бізде бір бөлінген x dx тең ln x плюс s деген секілді өзінің белгілі бір формула бар интегралды. Енді қараңдар, бұл жерде мен ең төменнен бастап түсіндіргім келіп жатыр. Қараңдар. k dx. K деген не деген сөз? K деген кез келген сан. Түсінікті ғой, кез келген сан. 1 бола ма, 2 бола ма, 100 бола ма, -1 бола ма деген секілді кез келген санды алып барып қоятын болсақ, сонда бұл деген сөз кез келген санның интегралы қандай бар? Мысалға мен 5 деген санды dx бойынша интегралдайтын болсам, просто 5-тің жанына x-ті қосасыңдар да, x-ті көбейтіп жанына тіркеп қосасыңдар да, и плюс s. Түсінікті ғой, егер интеграл 4,5 dx болатын болса, ол тең болады 4,5 x плюс s-ға тең. Міне осылайша ары қарай өрнектеп шығарып кете береміз. Келесі торшында мысалға -100 болса, dx тең болады қаншаға? -100 x дегенді қосамын да, плюс s деп жазып кете беремін. Түсінікті, кез келген сан үшін жанына просто x-ті тіркеп жазып қоя бересіңдер, и все. Келесі екінші қызыл түспен жазамын, қызыл түспен қоршап қоямын. Ол өрнек x бойынша, x-тің дәрежесі бойынша. Мысалға, бізге x-ің квадраты деген өрнек берілсе, оны қалай шығарамыз? Өте оңай. Бөлшексіз асындар, жоғары жағына x-тің квадратына, мұны тұр ғой x квадратына, x-тің квадратына дәрежесіне 1-ді қосасындар. Именно 1 деген санды қосасындар да, қанша болады? 2-ге 1-ді қоссаңдар 3 бола ма? И 3-ті бөл жере салсыңдар, и все, бітті. Оп-оңай. Демек сонда менде x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 плюс s деген мәнді жазып қойсақ жеткілікті. Давайте тағы бір мысал көрсетейін. Интеграл бір x-тің 5 дәрежесі болсын, dx бойынша. Қандай болады? Бөлшек сызамын.
x'тің 5 дәрежесіне 1-ді қоссам, сразу жазсаңдар болады. x плюс 1 демей, сразу 5-ке 1-ді қоссаңдар, x 6 дәреже. И осы 6 деген санды бөлшектің бөліміне бөліп жібере салсам болды екен. Түсінікті ғой? Демек дәрежесіне 1 деген санды қосам, и дәрежесіне қанша сан шықты, соны бөліп жібере салсақ жеткілікті екен. Енді келесі жасыл түсті аламында бірінші форманы түсіндіре кетемін. 1 бөлінген x dx деген ол ln x деген мәнді береді. Яғни қараңдар. Интеграл 1 бөлінген x плюс 1 деген мәнді алатын болсақ, демек dx бойынша біздің интегралымыз қандай болады екен? Жазылып тұр мына ln x плюс. Просто жазасында да ln x дегеннің орнында x плюс 1 тұратын болса, x плюс 1 қосылған с деп жазып қойсам. Все, бітті. Тағы да бір өрнек көрсетсем, 1 бөлінген x минус, допустим, 3 деген болатын болса, dx бойынша тең дейсіңдер да ln x минус 3 қосылған с деп ары қарай есептеп кете береді екенбіз. Осы үш форманы дұрыстап пайдалансақ, есептердің барлығы оңай болады. Давайте бір-екі мысал есептерді шығарайық. Тез-тез өтіп, чтобы қорытындылап кететін. Видеоны паузаға қойып, өзің бір шығарып көр, и ары қарай менімен жауаптарын салыстырып көре саласың. 5dx болса, мен айттым, 5 деген сан болатын болса, 5-тің жанына просто x-ті тіркеймін да, плюс с деп жаза салам дедім. Келесі, минус 4-8 болатын болса, минус 4-8x плюс с деп қоя салам. Келесі сондай, x болатын болса, не істеймін? Бөлшек. x-ті мына жерде 1 деген дәреже міндетті түрде болады. 1 деген дәрежеге 1-ді қоссам, 1-ге 1-ді қоссам 2 ма? Демек 2-ге бөле салам. Сонда менің жауабым x квадрат бөлінген 2 қосылған с деген өрнектің мәні шыға салады екен. Мұны уже жаттап түсініп алдық. Келесі, x-тің минус 4 деген дәрежесі болса, тоже не істейміз? Бөлшек сызасыңдар. x-тің минус 4 деген дәрежесіне 1-ді қосасыңдар. Минус 4-ке 1-ді қоссаңдар қанша болады? Минус 3 бола ма? И минус 3-ті бөліп жібере саламыз. Сол кезде x-тің минус 3 дәрежесі бөлінген минус 3 қосылған с деген менің есептің жауабы шыға салады екен. Келесі сонда x квадрат болатын болса, не істейсіңдер? Бөлшек x-тің 2 деген дәрежесіне 1-ді қосып, 2-ке 1-ді қоссаңдар 3 ба? 3 деген санды бөле салам. Сонда x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 плюс с деп жазып қойсаңыз. Плюс с деген жазу міндетті. Келесі, 1 бөлінген 2x болатын болса, бұл жерде уже сәл кішкене басқаша. Қалай? Бірінші бүйтесіңдер. Мына жерде тұрған, қазір үйретем. 1 бөлінген x деген белгілі бір сан екен білем, Егер ол сан болатын болса, тұрақты коэффициенттерді интегралдың алдына шығарып жіберуге болады оқушы. Қараңдар, интегралдың алдына шығарып жіберуге болады, оның қазір үйретем. Аспандар, как отсылка ретінде қойып. 1 бөлінген 2-ні шығарып жіберсем, бізге не қалады? 1 бөлінген x деген қалады. Мен жаңа формулада айттым. 1 бөлінген x дегеннің формасы мін тұр. Жасыл түспен 1 бөлінген x деген ln x-ті береді. Все. Бізде dx бойынша алатын болсақ, тең 1 бөлінген 2. Мына жерді қараңдар. Қазір қара түспен көрсетем. Мына интеграл 1 бөлінген x dx дегеннің мәні жаңа көрсеттім. ln x плюс с деген мәнді бере салады. Мына осылайша жауапты жазып қоя салады екенбіз. Демек, коэффициентті алдына шығаруға болатын қазір алдағы уақытта тағы бір түсіндіріп өтемін. Келесі форма, негізгі форма бізге көрсеткіштік дәреже түрінде берілсе. Мысалға, e-нің x деген дәрежесі болсын, a деген санның x деген дәрежесі болса, қараңдар. Бізге андай нәрсе бар. e деген сан бар, өзі тұрақты. e-нің x деген дәрежесінен туынды алсаң да, мысалға мына e-нің x деген дәрежесінен туынды алсаңдар, e-нің x шығады. e-нің x дәрежесінен интеграл алсаң да, e-нің x дәрежесінен өзі шығады. Просто жанына плюсы дегенді жазып қоя саласына. Түсінікті қоя? Демек бүйтесіңдер. 2 көбейтілген e-нің x деген дәрежесі берілсе, есепте не істеймін дедім? 2 деген санды алдына шығарып жүруге болады дедім. Демек 2-ні алдына шыға жүріп, e-нің x дәрежесі dx деп жазып қоямын. Түсінікті, просто өзгермейді. Келесі тең 2 көбейтілген мына e-нің x деген дәрежесінің интегралы ол өзі болады. Просто жанына с деген тіркей саласыңдар. e-нің x дәрежесі плюс с деп жазып қоя салсақ болды екен. Міне осылай оп-оңай шыға салады. Келесі a-ның x деген дәрежесі болса ше. a-ның x деген дәрежесі болса, ол кез келген санның x деген дәрежесі болады. Мысалға 3-тің x деген дәрежесі болса, формуланы қарайым. a-ның x-і тұр ма? Мына жаққа да a-ның x-ін жазады екен. Демек бөлшек сызамын. 3-тің x деген дәрежесі болатын болса, 3-тің x деген дәрежесін жазасыңдар, бөлінген ln a. a деген сан қандай? Міне a деген сан мына жерде тұр. a деген сан ол міне тұр. 3 деген сан. Все, ln 3 деп жазып қойсақ болды екен. Все, бітті. Келесі 2-нің x дәрежесі dx болса, ол сразу 2-нің x деген дәрежесін жазасыңдар. ln 2 плюс c. Түсінікті ғой,
мысалға 17x дәрежесі dx болатын болса, біз не істейміз? Интеграл алу керек болса, бөлшек 17x жазамыз. Бөлшектің бөліміне ln 17 деп жазам, и плюс c деп жаза салсам болды екен. Міне, осылайша негізгі формулаларды түсініп алдық. Келесі, давайте түсінікті болып жатса, барлық әдемі болып жатса, каналға тіркеліп қойық, лайк басайық, және комментарийға түсінікті болып жатыр, ағай күшті деп жаза кетейік, чтобы маған да бір оқып приятно болып қалу үшін. Давайте ары қарай жалғастырайық. Тригонометриялық функциялар бар. Яғни тригонометриялық функциялардың интегралын айта кетсем. Мысалға, менің синус деген функциядан туындалатын болсам, ол не болатын еді? Ол менде косинусты беретін еді. Білесіңдер, синустың туындысы косинус. Ал енді тура осылай артқа қарай қайтарам. Косинусты артқа қарай қайтарам. Косинусты артқа қарай қайтаратын болсақ, мен интегралдаймын. Ол әрине синус x-ті береді. И плюс c дегенде міндетті түрде жазып қойсақ болды екен. Түсінікті ғой, демек бір қайталап шығасыңдар, дәптерлерінде алыңдар. Косинустың интегралы синус x екен. Синус x плюс c. Мысалға менде жаза салайын. Бір 2 көбейтілген косинус x болса, көбейтілген dx тең. Демек 2 деген сан алдына шығып кетеді. Косинустың интегралы синус x плюс c деген мәнді бере салады екен. Міне осылайша шығады. Келесі, синус x-тің интегралы, ол әрине минус косинус болады. Міне жаттағандар, синустың интегралы минус косинус. Мысалы, минус 7, жазып қойайын, минус 7 синус x деген берілсе егер тең, минус 7-ні алдына шыға жіберемін да, и интегралдың ішіндегі синустың несі бар еді? Интеграл қандай еді? Минус косинус болып шығатын еді. Минус косинус плюс с. Демек, минус 7-ге минус косинусты көбейтсем, плюс 7 косинус x плюс с деген мән шығады екен. Түсінікті ғой, демек минус болса, алдындағы санымызда минус болса, екеуі плюске айналып кете береді. Келесі, тағы да бір жатта болатын формула. Просто егер бір бөлінген косинус квадрат x деген функцияның интегралын тап дейтін болса, оның интегралы тангенс x болады. Міне, бір бөлінген косинус квадрат x болса, ол тангенс x. Келесі, бір бөлінген синус квадрат x болса ше, ол әрине минус котангенс x. Міне, заңдылықты көріп тұрсыңдар ғой, қандай заңдылық? Мына жерде міне, косинус болса, синус оң таңба, синус болса, минус косинус теріс таңба. Міне, синус болса, мына жақта косинус болса, демек оң таңба, тангенсім. Ал синус болса, мына жақта да синус тұр. Мына жақта да синус тұр, демек минус котангенс болып кетеді. Яғни плюс минус деп те жаттап алсаңдар, өздеріңе ыңғайлы әдемі болады. Келесі, тангенстікі, как біз интеграл алатын болсақ, минус ln косинус болады. Мына минус ln косинус. И котангенстікі просто плюс ln синус x деп жаза салсаңдар болды екен. Осылайша жалпы тригонометрия формулада үйреніп жаттап алдық. Келесі енді тағы да бір қосымша формулаларды дәптеріңізге жазып алыңдар. Ол бізге dx кері тригонометрия функция деп аталады. Біз білеміз арк синус, арк тангенс, арк котангенс деген мәндер. Ол қандай? Бір қысқаша тоқтала кетсем. Мысалға мен білем, синус 30 градустың мәні ол 2-ден 1. Білесіңдер, Ал енді сендерге былай береді. Арк синус, допустим, түбірасы 3 бөлінген 2. Ол деген сөз арк синус деген не ол? Синус сұрап тұр бізде. Синус қанша градуста менде түбірасы 3 бөлінген 2-ні береді дейді. Қанша градуста? Ол әрине менде 60 градус деп жауабын жазып қойсыңдар. Міне осы жақтан шығады екен. Демек, мына жерде тұрған dx деген енді мынандай ғой, бұл дұрыстап жазып көрсететін болсам, 1 бөлінген 1 қосылған x квадрат dx деп жазылады. dx-ті жоғары жаққа жазсаңдар да болады, бәрібірде. Оның мәні арктангенс x болса, просто арктангенс x. Сөйт жазасыңдар, арктангенс x плюс c деп кете береміз. Келесі өрнегім, dx бөлінген түбірасты бір азайтылған x квадрат болса, ол өрнегі арк синус x болып кетеді. Ең көп кездесетін болса арктангенс пен арк синус өте көп кездеседі. Демек, оның айырмашылығы просто синус косинустарда түбірасты болады, ал тангенстерде уже түбірасты деген мән болмайды. Давайте оқшар енді тұрақтыны алдына шығару деп бағана айттым ғой. Алдына коэффициентті шығарып жіберуге болады дедім. Соны шығарып көрсетсем. Мысалға, k деген саным көбейтіліп тұрса, белгілі бір функцияға k-ны алдына шығарып жіберуге болады деп көрсеттім. 8 деген сан көбейтіліп тұр. X-тің 7 дәрежесімен, демек 8-ді алдына шыға жүріп, X-тің 7 дәрежесі dx деп, 8 деген сан алдына тұра береді. Интегралды қарандар. Қызық көрсетем. Мына жерде қызыл түспен бояп қояйын. X-тің 7 дәрежесінен интеграл аламын. Ол X-тің бөлшек сызасындар
x-тің 7 дәрежесіне 1-ді қоссаңдар қанша болады? 8 бола ма? x-тің 8 дәрежесі бөлінген 8. И плюсы. Мына тұрған 8-ні көбейтіліп бөлініп тұрған екен, екеуі қысқарады да, x8 плюсы деген мән шыға салады екен. Мына интегралын жауап шықты. Келесі тоже сондай. 2 көбейтілген 4-тің x дәрежесі болатын болса, 2-ні алдына шығарып жіберуге болады. 2 деп. И 4-тің x дәрежесі dx. 4-тің x деген дәрежесі жаңа ғана формулада көрсеттім, міне тұр. Ол кезде просто ax бөлінген ln деп жаза саламыз. И тоже сондай. Тең 2 деген сан алдында тұра береді. 4-тің x дәрежесі болатын болса, 4-тің x деген жазамын. И бөлінген ln 4 деп қоямын. И плюс не болады? Плюс с деген мәнді міндетті түрде жазып қойсыңдар. Интегралды осылай амалдап шығарып кете беруге болады екен. Давайте оқушылар, тағы да қосу, азайту деген форма бар. Егер біздің уже интегралымыз кішкене күрделенсе, белгілі бір өрнек деген секілді. Мысалға, просто түбір астында 1 бөлінген x деген секілді емес, 1 бөлінген x плюс x квадрат плюс 3x деген секілді, қосу, азайту деген секілді өрнектермен берілсе, онда бүйтуге болады. Мысал көрсетем. Интегралдың ішінде бір өрнек болсын, қосу азайтылған екінші өрнек болса, демек әр өрнекті жеке-жеке интегралдауға болады екен. Міне, түсінікті ғой, демек бүйтем. Мына жерге жазам. 1 бөлінген синус квадрат x, косинус x деген екеуі бір-біріне қосылып тұр, демек бүйтсеңдер болады. Интеграл 1 бөлінген синус квадрат x dx деп қоясыңдар, и қосылған бөлек екіншісін косинус x dx деп қоясыңдар. Міне, әрқайсысын жеке-жеке интегралдау болады екен. Жаттабаңдар, міне. 1 бөлінген синус болатын болса қандай еді? Минус котангенс болмайтын беді жаңа, Демек, жауабым минус котангенс. Қазір бір тексеріп көрем. Косинус болатын болса қандай еді? Косинустікі плюс синус x. Давайте бар тексеріп көрейік. Мін тұр. 1 бөлінген синус болатын болса минус котангенс, ал просто косинустың өзі болатын болса синус. Міне, есеп тұр шықты. Апарып қоя салам. Сонда менің жауабым бірінші өрнектен, міне, әрқайсыдан жеке-жеке интеграл аласыңдар. Бірінші өрнектен қандай шығады? Минус котангенс x шығады, минус котангенс x. Екінші өрнектен синус x деген шығады. Демек, қосылған синус x, и соңына бір-ақ рет плюсы деп жазсаңдар болды. Айтсаңдар, плюсы, мынағанда плюсы, мынағанда плюсы емес, соңында, ең соңында апарасыңдар да, просто плюсы деп жазсаңдар болды. Ең соңына ғана. Түсінікті ғой, Бетсендер болмайды. Минус котангенс x плюсы плюс синус x плюсы деген секілді сыларды көп жаза беруге болмайды. С деген өз сан, сандар мен сандар қосылады да, бәрібір де сан болып кете береді. Міне осылайша әрқайсысын жеке-жеке интегралдап ала беруге болады екен. Енді ауыстыру деген ереже бар. Қандай ереже? Наны бір паузаға қойып, бір асықпай түсініп алыңдар. Бұл өте маңызды. Өйткені күрделі интегралдар келеді. Бағанағы енді қарапайым интегралдар уже күрделі. Қандай квадрат, уже 3x квадрат деген секілді әртүрлі жағдайларда келеді. Уже күрделі болып бара жатыр. Мысалға, менің функциямның ішінде, мысалға, f от x деген функция тұр ғой. Мысалға, не деп алсам болады? Синус x деп алайын. Мына қарапайым синус x болсын. Ал f от x функциясының ішінде x квадрат плюс 1 болса, ол деген сөз синус x емес, уже синус x квадрат плюс 1 деген өрнек. Уже күрделеніп бара жатыр. Ішінара күрделеніп отыр. Түсінікті ғой, ол уже ауыстыру формасына келеді. Мысалға, менің функциямның ішіндегі өрнегім берілсе, демек ішінде тұрған именно x-тің алдында тұрған k деген сан болады. Именно x-тің алдында тұрған k деген санды алдына бөлу ретінде шығарып жібереді екенбіз. Міне солай есеп шығады. Қазір көрсетем. Бүйтеміз. Мысалға, 2x плюс 1-дің квадрат деген тұр. Біз квадрат болатын болса, қалай шығарамыз? Бүйтіп жазасыңдар. 2x плюс 1-дің 2 деген дәрежесіне 1-ді қосамыз. 3 бола ма? И 3 деген санды бөліп жіберетін едік. Естерінде, и плюсы деген нәрсені жаза салатын едік. Ал бірақ бізге бір нәрсе бар. Осы жерде ол обычный x квадрат, обычный 5-тің 3 дәрежесі деген секілді емес, ол белгілі бір өрнектің квадраты болып тұр. Яғни кішкене күрделі болып тұр. Ол жағдайда бүйтесіңдер. Күрделі болып тұрған екен, x-тің алдында тұрған санды қараймын, 2 ма, сол 2-ні бөліп жіберем. Мына жерге. Просто бүйтесіңдер да, мына тұрған өрнекке бөлінген 1 бөлінген 2 деп қоясыңдар, все бітті. Немесе бөлшектің бөліміне көбейтесіңдер болады. Көбейтілген 2 деп, разница жоқ. И сосын барып плюсы деген нәрсе жазылады. Сонда менің жауабым 2x плюс 1-дің 3 дәрежесі бөлінген 6 деген өрнек шығады. Міне. Вот осылайша есеп дұрыс болады екен.
Енді дәлелдеп көрсетсем, туынды алуды білетін болсақ, мына өрнектен туынды алайын. Қалай алынады? Бірінші туынды алатын болсам, туынды жазып қоямын. Бұл 1 бөлінген 6 деген сан тұра береді да, 2х плюс 1-дің 3 дәрежесінен туынды аламыз. Ол деген сөз 6-дан 1. 3 деген дәреже алдына көбейтіледі, көбейтілген 3. И жақшаның іші өзі жазылады. 2х плюс 1, 3-тен 1-ді азайтсам квадраты. И жақшаның ішінен туынды аламын. 2х плюс 1-дің туындысы көбейтілген 2. Демек шығарамыз. Сол кезде 3-ке 2-ні көбейтсем 6, ол мына 6-мен қысқарып кетеді. Сонда менің өрнегімнің жауабы 2х плюс 1-дің квадраты деген міне бастапқы өрнегім шықты. Демек, интеграл алып, қайттан туындасаңдар, сол мән қайтадан шыға береді 2. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді келесі өрнек 3-дің х квадраты деген болса, ол квадрат деген сөз именно х-ке қатысты. Демек, 3 деген санды алдына шыға жүремді х квадрат. Ал х квадраттың интегралы қандай еді? Ол х квадратқа 1-ді қосып, бөлемін 3-ке и плюсы деген жазып қоямын. Ортада көбейту бар. И сонда қарандар, тең 3 көбейтілген х-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 плюсы, мына тұрған 3 пен 3 қысқаратта х куб плюсы деген мән шыға салады екен. Все, бітті. Ал бұл қарапайым еді. Енді мынандай жағдай бар. Екіншісін көрсетемін. Давайте мынаны сәл жоғарыға жазылсайын. 3х-тің квадраты болса ше деген сұрақ. Х-тің квадраты емес, 3х-тің квадраты болса. Ол кезде кішкене басқаша. Бүйтесіңдер. Бірінші 3х-тің квадратына дәреже бойынша 1-ді қосып бөлесіңдер. 2 плюс 1 болса 3-ке бөлетін едік, и плюсы деп қоюға болатын еді, бірақ бір нәрсе бар. Не? Мен сендерге айттым, х-тің алдында сан тұратын болса, міне, х-тің алдында қандай сан тұр? Х-тің алдында 3 деген сан тұратын болса, осы 3 деген санда бөлшектің бөліміне бөліп жібере саламыз. Просто бөліп жібере саламыз. Түсінікті ғой, кеттік. Сол кезде мынандай ереже бар өзі сонда интегралдың. Сонда менде 3х-тің 3 дәрежесі бөлінген 9 деген өрнек осы жақтан шыға салады екен. Егер жақшаны толығымен ашқыларын кесе, ашайық. 27х куб бөлінген 9 қысқаратта 3х куб деген мән осылайша шығып кете салады екен. Міне бітті. Немесе оны тағы да басқаша жолмен шығаруға болады. Екі жол. Мына жауапты жаттамаңдар. 3х квадрат плюсы деген жаттап алыңдар ма? 3х куб па? Бүйтсеңдер болады. Мына тұрған өрнекті 3х-тің квадраты dx болса, жақшаны сразу ашып жіберсеңдер болады. 9 көбейтілген х квадрат деп. 9 деген сан алдына шығып кетеді да, не болады? Х квадрат. Ал х квадраттың интегралы ол қандай еді? Х квадратқа 1-ді қосасыңдар, 3 бола ма? Х куб бөлінген 3 деген шығады. 9-ды 3-ке бөлсем, қанша шығады? 3х куб плюсы деген. Міне жаңағы мән қайтадан шықты. Демек, әртүрлі жолмен есептеп ала беруге болады екен. Келесі есеп енді 2х плюс 1-дің 5 дәрежесі бойынша интеграл алатын болсақ, бүйтеміз. Дәреже ма? Дәреже бойынша кеттік. 2х плюс 1-дің 5 дәрежесіне 1-ді қосам. Қанша болады? 6 дәреже болма? И осы 6 деген санды бөл жіберем. И бір нәрсе бар. Х-тің алдында сан бар. 2 ма? Сол 2-ні көбейте салам. Сонда менің жауабым 2х плюс 1-дің 6 дәрежесі бөлінген 12 деген жауап шыға салады екен. И плюсы дегенді соңына жазып қоя салам. Келесі есебім менде косинус 5х азайтылған 2 dx деп тұратын болса, уже бүйтесіңдер. Косинустың интегралын білем, ол синус х болып шығады. Ал бірақ х дегеннің орнында менде 5х минус 2 деген тұр, жазып қоямын. Синус 5х минус 2 плюсы деп жазғым келіп тұр, бірақ ондай емес. Неге? Ona кішкене асықпаймын. Неге? Себебі менде косинустың ішінде х деген санның алдында х деген әріптің алдында бір сан тұр. 5 деген. Демек сол 5-ті бүйтіп жалпылама бөл жібере салсыздар. И плюсы деп енді жаза беруге рұқсат екен. Осылай қасиеттері бар. Келесі есеп. 2 косинус х азайтылған 5 синус х dx болса, біз не істейміз? Әр қайсысынан жеке-жеке интеграл аламын. Түсінікті ғой, тең деймін. Интеграл 2 косинус х-тан dx бойынша. Ортада минус деген таңба болатын болса, минус. Келесі интеграл 5 синус х dx бойынша. Енді жазам. 2 деген сан алдына шығып кетеді. 2 көбейтілген. Косинус х-тің интегралы синус х. Синус х. Келесі азайту мін тұр. 5 деген сан алдына шығып кетеді. 5. Синус х-тің интегралы минус косинус х. Минус косинус х. И соңынан барып плюсы дегенде жазсақ болды екен. Дұрыстап жазсам. 2 синус х. Мына тұрған минустен мына минус плюске айналып. Плюс 5 косинус х плюсы деген менің өрнектің жауабы
дұрыс болып кете салады екен. Мына осылайша интегралды уже қалай әдемілеп түсініп алдыңдар, иә. Кеттік. Келесі есеп менде 4 бөлінген x азайтылған деген болса, әрқайсысын жеке-жеке интегралдаймын. Интеграл 4 бөлінген x dx бойынша азайту. Интеграл 3-тің ex дәрежесі dx. Кеттік, біріншісінен интеграл алатын болсам, 4 бөлінген x деген сөз 4 деген санды алдына шығарып жіберуге болады. 4-ті шығарып жіберсем 1 бөлінген x dx қалды. Келесі 3-ті шығарып жіберсем 3 көбейтілген e-нің x дәрежесі dx деген болады. Ал енді осы жерден 1 бөлінген x-тікі қандай еді? Бағана ғана айттым, ол бір атқа айтып, қателеспесем ln x болу керек. Қазір мен көрсетіп жіберейін. Ең есептің басында міне ln x деген сөз. Қайттан формуланы қарап алсам болады. 1 бөлінген x дегендікі просто ln модульдің ішінде x деп жаза береміз. Кемеді, все. 1 бөлінген x деген демек ln x 4 көбейтілген ln x dx азайту 3. Енің x дәрежесі ол ештеңе өзгеріссіз енің x дәрежесі болып тұрады. И соңында плюсы, dx жазбайсыңдар ғой. Плюсы дегенді жазып қоя салсам болды екен. Демек оқушылар осы әртүрлі интегралдың формулаларын пайдаланып, осылай оңай жаттау, дәрежені қалай бөлшектің алдына шығарып жіберуге болады. Осындай формулалардың қорытындысын деген секілді. Бұл әшейін бастапқы формулалар. Ертең сендерге әлі мынандай формула бар. 1 бөлінген бөліктеп интегралдау деген бар. Күрделі. Мысалға синус x көбейтілген ln x деген түрде берілуі мүмкін. Немесе тағы да түбірастың ішінде арк тангенс x деген секілді бізге интегралдың формулалары өте көп. Ертең тағы да бар, мынандай нәрсе бар. Интегралдың шектері болады. 2-ден 0-ге шейін, мысалға 3x квадрат плюс 5x плюс 3 деген секілді dx бойынша интегралдың мәнін тап. Немесе осы интегралдан мынандай сызбалар беріледі. Мысалы көрсетіп жіберсем, бір мынандай косинустың графигі бар. Косинустың графигі бар деп ойлайық, бүйтіп қалған. Косинустың графигі, келесі осы арада белгілі бір екі түзу өтеді. Мынандай бір түзу өтеді, бітті. Бірақ түзу өтсінші. Осы түзу өткеннен кейін менде айтады. Мына тұрған бір 5 пен 7-нің арасындағы боялған бөліктің несін тап дейді? Боялған бөліктің ауданын тап дейді. Немесе осы жер, немесе мына бір жерді айтады. Осы боялған бөліктің ауданын тап дейтін болса, интеграл бойынша есептейді екенбіз. Ертең образда интегралдың есептері міндетті түрде келеді. Оңай болсын, күрделі болсын, боялған бөліктің аудан деген секілді, соның барлығын әдемілеп түсініп алуларын керек. Мынау бізге қысқаша ғана база, бастапқы формула, әлі неше түрлі күрделі формулалар бар. Так что оқушылар, егер солардың барлығын үйренгілерін келетін болса, және менің оқушым секілді, андай Қарақат Мадина оқушым секілді 138 рекордтық математикадан 50-ден 50, Қарақат оқушым секілді 50-ден 50, Алижан да тоже математикадан 50-ден 50 алды. Одан кейін Лейла деген оқушым да тоже математикадан осында бүкіл тақырыптарды үйреніп 50-ден 50 алған болатын. Және Бексұлтан оқушым бір сұрақтан қате кетіп қалып 49 балл алған болатын. Және сол секілді нәтижелер өте көп. 48, 45, 38, 40-тан асқандар, 30-дан асқандар деген секілді әртүрлі нәтижелер өте көп. Егер сенің мақсатың 100-ден асу керек болса, 120-дан, 130-дан рекордтық нәтиже қойғың келетін болса, онда мен сені өзімнің курсыма шақырамын. Математика курсы біз 120 сабақтан тұрады. Примерно курстың ұзақтығы 6 ай, математиканы 4 айда, геометрияны 2 айда оқып үйреніп аласың. Менің есімім Диас Маратұлы. Егер сен физмат, инфомат, геомат болатын болсаң, информатикадан тәжірибелі Нұрбол ағай сабақ беретін болады, физикадан Марат ағай, географиядан Дәулетхан ағай сабақ беретін болады. Және курстың негізгі пакеттерін қарайтын болсаңдар, 11-ші сыныптарға сендер ОБТ тапсырып болғанша достықтарын беріледі. Егер сен 10-ші, 9-ші сынып болсаң, онда төмендегі сілтемеден өтіп, мен 9-ші сыныппын, мен 10-ші сынып едім деп жазсаң болады. 11-ші сыныптар болса, төмендегі мына тұрған нөмірлерге жазып, 11-ші сынып пакеттерінің бағасын білгім келеді, қандай оқытасыздар, не оқытасыздар, барлығын сұрап алғым келеді. YouTube-тан келдім деген секілді, сол видео сабағы ұнады, жалғасын алғым келеді деген секілді жазсаңдар болады. Бізде ең қолжетімді бір пән, ол сен физика, немесе информатика, немесе география, немесе математика бір пәнді ғана аласың. Ал екінші ең нәтижелі 4 пән. Өзіңнің таңдау пәнің и плюс саған бонусқа мат сауаттылық пен оқу сауаттылығын берілетін болады. Және VIP деген жеке қадағалауды қажет ететіндер үшін, яғни жеке куратор қадағалауы, инфофизгеодан 8 эфир егер, ал математикадан жеке 16 эфир және жеке консультациялар болатын болады. Қазақстан тарихын қосу үшін плюс 70 мың теңге. Бұның барлығын толық ақпаратты алу үшін мына тұрған нөмірге WhatsApp-қа жазыңдар, немесе видеоның астында описание бөлімінде сілтемеге өтсеңде, сол жақтан толық ақпараттың барлығын жазып менеджерлерден сұрап ала беруге болады. Видео пайдалы болса лайк бас,
Каналға тіркел, сенімен байланыста болған мен Диас Маратұлы ағайларың. Осындай эфирлері көп болу үшін давайте комментарийда күшті ұнады, тағы да осындай болсын деп жаза кетсек, мен сендерге тағы да осындай күшті видеоларды түсіріп беретін боламын. Сенімен байланыста болған мен Диас Маратұлы ағайларың. Математикада шектеу жоқ, шектеу тек біздің миымызда. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.